Сәлеметсіздер ме? Бұл бейнеде кітапханашыға жүйеде кітаптарды беру туралы есепті қалай қарау керегін көрсетеміз. Алдымен жүйеге кіріңіз. Кіруден кейін жүйенің басты беті ашылады. Негізгі мәзірді ашыңыз. Есептер бөліміне өтіңіз. Кітаптарды беру туралы есепті қарау. Есептер тізімінен кітаптарды беру туралы есеп бөлімін табыңыз және оны ашыңыз. Экранда берілген кітаптар туралы ақпарат, сүзгілер және экспорт көрсетіледі. Кітап атауы, даналар саны, беру күні, оқырман және тағы басқа деректерде бар. Жұмысты жеңілдету үшін сүзгілерді пайдаланыңыз. Сүзгілер арқылы деректерді қарауға болады. Күн бойынша, сынып бойынша, кітап атауы бойынша. Егер есепті жүктеу қажет болса, экспорт батырмасын басыңыз. Бұл функция арқылы есепті сақтап алуға болады. Осылайша сіз кітаптарды беру туралы ақпаратты жылдам қарап, қажетті есептерді дайындай аласыз. Назарларыңызға рахмет.